Біздің кезекті сапарымыз Сібірдегі тұңғыш орыс қаласы Түменге бағытталған. Бұл аймақ табиғи ресурстарға өте бай. Оны мұнай мен газдың ордасы деп тек атамаған. Ал табиғаты шексіз ормандарға, өрістерге, терең өзендер мен таза көлдерге бай. Бірақ әрине ең басты байлығы ол тұрғындары. Жүретін бағытымызға қарай біз көлік таңдадық. Сонымен қаланың шекарасын біз автокөлікпен өтетін болдық. Таныс болыңыздар, бүгінгі кейіпкеріміз жас әрі болашағы зор қоғам қайраткері және саясаткер Есенғали. Мы находимся с вами в исторической части города Тюмени в 60-х годах прошлого столетия. Біз сіздермен Түмен қаласының тарихи жеріндеміз. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қала біз тұрған жерден аяқталатын. Ал қазір бұл қаланың орталығы болып саналады. Біз дүниеден ерлікпен өткендердің құрметіне салынған алаңдамыз. Бұл жердегі ескерткіш тастарда Түмен облысынан шақырылған және майданнан оралмаған Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің тізімі жазылған. С левой стороны от меня находится наш областной дворец. Сол жағында облыстық неке қию сарай орналасқан. Бұл жер жас жұбайлардың сүйікті орны болып табылады. Олар ата-бабаларымызға құрмет көрсетіп, гүл шоқтарын қойып жатады. Позади нас расположен мемориальный комплекс свеча памяти. Біздің арқамызда еске алу шырағы деп аталатын мемориалды кешен орнатылған. Бұл тек Ұлы Отан соғысы ғана емес, ауған және шешен соғыстарына қатысқан ардагерлерге де арналған. Наша семья любит активный и здоровый образ жизни. Біз жанұямызбен салауатты өмір салтын ұстанамыз. Велосипедпен жүргенді ұнатамыз. Жаяу серуен дегенді, жазда жидектерді жинағанды, балық аулауға барғанды және қыста шаңғы тепкенді жақсы көреміз. Вот недавно приехали с Алтая, поднимались. Жақында ғана Алтайдан келдік. Арқанды жолмен қозғалатын лифтімен 2000 метрдей биіктікке көтерілдік. Қызымыз өмір бойы салауатты өмір салтын ұстану үшін біз онымен спорттық, биге, йогаға, волейболға бірге қатысамыз. Біздің отбасымыз белсенді болуға және салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Мен әке-шешеме велосипед айдауды үйреттім. Айтпақшы, біз Түмен облысындағы мұнай мен газдың Батыс Сібірлік инновациялық орталығының қасындамыз. Бұл Түмен қаласының 5-ші орта мектебі. Мен осы жерде 4-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін оқығанмын. Ерекше қуантатыны ол велосипедтер мен онымен серуендеуге арналған орындар. Тұрғындар бұл спорт түрін жақсы бағалайды және оған арналған қаладағы мүмкіндіктерді қуана пайдаланады. Көп жағдайда тұрғындар жұп болып немесе жанұясымен бірге велосипедпен серуендейді. Есенғалидың отбасы мұның дәлелі. Түмен қарқынды дамып келе жатқан іскерлі заманға сай қала. Оның өмірі басқа да әлемнің ірі қалаларына ұқсас келеді. Сол үрдістер мен тенденциялар. Тарихқа деген ұқыпты көзқарасы, қазіргі заманға сай сәулет өнері және көптеген рекреациялық аудандары бар.
Есенғалидың жұмысы өте көп. Оның ұялы телефоны шырылдауын тоқтатпайды. Жұмыстың мың түрлі жағдайы болса да, барлығы оның қатысуын талап етеді және осылай күн сайын. Біз болсақ, кейіпкерімізден қалмауға тырысамыз. Және қала үшін қалай аралайтынын көреміз. Сондай-ақ бізді қызықты адамдармен таныстырады деген сенімдеміз. Благодаря, таким, будем говорить, человеческим качествам, которые, видим, все-таки родители в нем воспитали, и еще Всевышний дал. Ол адам үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Маман ретінде ғана емес, адами тұрғыдан да. Бұл бір жаратушының өзі мен ата-анасы берген адамгершілігінің арқасында деп ойлаймын. Человеческого роста. Очень хорошо с ним работать. Не то чтобы... Онымен жұмыс істеудің өзі бір ғанибет. Мен онымен әңгімелескенде шаттанып қаламын. Осындай серіктесім, әріптесім, досым, қандас бауырымның болғаны мен үшін бақыт. Мой соплеменник, да, по крови, по духу, по разуму. Вот есть такой человек. Мұндай адамдармен өткізген уақытым өмірімнің ең маңызды шақтары болар. Совсем другие краски. Я думаю, что у этого молодого еще человека большие перспективы, большое будущее. Менің ойымша, бұл жас жігіттің болашағы зор. Оның жалындап тұрғаны көрініп тұр. Адам тырысса, барлық ісі орындалады. Жаңа жобаларға, жаңа істерге ұмтылады. Басқаша айтқанда, жаудан қашып, тығылып жата бермейді. Үнемі өз нүктесіне шабуылдап отырады. Ешқашан қиындықтан қашқан емес. Мен бір кездері оның атпен шапқанын көрдім. Ол нағыз батыр, нағыз қазақ. Есенғали да өзінің достары мен әріптестері сияқты жастардың күшіне және санасына сене отырып, оларды өздерінің ұйымына тартудың маңыздылығын түсінеді. Ұрпақтар сабақтастығын сақтау керек. Бұл өте маңызды. Оларға өзін көрсетуге және ойын іске асыруға мүмкіндік беру керек. То есть мы проводим собрания, на этих собраниях ставим себе цели, задачи. Біз түрлі жиындар өткізіп отырып, нақты бір жұмысқа жоспарлар мен мақсаттар қоямыз. Сондай-ақ жиыннан кейін мен міндетті түрде Есенғали Қайымзиұлымен кеңес жүргіземін. Ол жұмыстың бабын көрсетіп, қажетті нұсқауларын береді. Яғни қажетті кеңестерін айтады. Және мен оны жігіттерге түсіндіріп беруге тырысамын. Біз жобаларымызды ретке келтіріп, оны жақсартуға атсалысамыз. Мы, как молодое поколение, так скажем, за нами будущее. То есть... Біз жас буын ретінде болашақ біздің қолымызда дей отырып, басқаша айтқанда, бізге дейін құрылған автономияның ардагерлерінен дәріс жинаймыз. Олардың ісін қолға алып, оны сақтап қана қоймай, әрі қарай дамытып, мақсатын айқындай түсеміз. Сейчас мы с вами едем в Нижнетавдинский район. Біз қазір сіздермен төменгі Тавда ауданына бағыт алудамыз. Қашықтығы Түмен қаласынан 70 шақырымдай жер. Бұл Түмен ауданындағы ең алғашқы қазақтардың жері, яғни қазақ колхозы болған жер. Здесь жили мои предки. Здесь родился мой... Бұл жерде менің бабаларым өмір сүрген. Менің үлкен ағам осында туылған. Осы жаққа келгенде бір марқайып қалатын жайымыз бар. Түсінеміз, әрине 38-ші жылдары қиын кезеңді бастан кешірген, ұжымдастыру жылдары болған. Қалай болса да, тарихтың аты тарих. Бұл аталарымыздың тұрған жері. В 2007 году с командой единомышленников, мы, будучи там студентами, ребята... 2007 жылы біз бір ойдан шыққан тобымызбен
студенттерді жинап, әлеуметтік ұйым Төмен облысының қазақ ұлттық мәдени автономиясын құрдық. Жұмысты іске асыру барысында көптеген іс-шаралар өткіздік. Оның бірі осы, біздің құрметті төрағамыз Жандосов Есімхан Ысқақұлының бастамасы бойынша келеді. Осы жерде стелла аштық. На 1 января 40 года написали вот список тех людей, которые... 40-шы жылдардың 1-ші қаңтарында осы жерде тұрған адамдардың тізімін жаздық. Осы колхозда 36 жанұя мен бірнеше адам тұрған. 30-шы жылдары аштықтан қашқан адамдар шашырап кеткен. Одан кейін бірігіп колхоз құруды шешкенбіз. Осылайша колхоз құрылған болатын. Біздің кейіпкер тарихты жатқа білет, және онымен байланысты барлық нәрсеге үлкен құрметпен қарайды. Біз оның отбасының тарихымен таныс болдық. Бұл таңғаларлық тарихи кезең. Ол қызықты тарихи оқиғалармен бөлісті. Осы күні кейіпкеріміз сол әңгімелерді үлкен тағылыммен келер буынға баяндауда. Біз Қиыр Шығыстың Қызыл армиясы атындағы колхозындамыз. Оны тұрғындар еркелетіп, қысқаша Бақша ауылы деп атайды екен. Как традицию 22 июня, в день памяти и скорби 22 июня, приезжаем сюда. Қалыптасқан дәстүр ретінде 22 маусым еске алу күні. Біз осында келіп, осы қайыңның маңайында, осы ескерткіштің жанында қой немесе жылқыны құрбандыққа шаламыз. Ол адам санына байланысты. Сосын өз бабаларымызды еске аламыз. Бір жылға қорытынды жасаймыз. Осы колхоздың сызбасы бар. Сол арқылы қай жерге жала орнататынымызды анықтаймыз. Бұл жердегі барлық жанұя төменде тұрады. Кім қайда тұратынын және уақыт өте келе бұл жерде төмен қазақтарының тарихи жеріне айналатындығын жоспарлаймыз. Несмотря на то, что историческая родина наша Казахстан, да, родились и выросли мы в России, но... Біздің тарихи отанымыз Қазақстан бола тұра, біз Ресейде туып өстік. Бабаларымызды құрметтейміз, дәстүрлерін дәріптейміз, ырымдарын естен шығармаймыз. Студент болып жүріп жастар ең алдымен өзінің қазақ екен, мәдениетке, дәстүрге, ырымдарға бай ұлт екенін ұмытпайды. То, что молодежи, которая воспитывается на... Жастарға келсек, әртүрлі субмәдениетте, поп мәдениетте тәрбиеленгеніне қарамастан, ең алдымен өзінің мәдениетін, тілін, дәстүрін және ырымдарын ұмытпау керек. Вот мы сегодня съездили с вами, побывали во многих местах, да, вот. Очень много времени встречам посвящаем. Міне бүгін біз сіздермен көптеген тарихи орындарда болдық. Көп уақытты кездесулерге, жұмысқа арнаймыз. Ал отбасымызды соңғы орында қалдырамыз. Әрине, бұл дұрыс емес, түсінемін. Қолым қалт етсе, сол уақытымды отбасыммен өткізуге тырысамын. Сондай күндеріміз өте қызықты өтеді. Біз белсенді отбасымыз. Көптеген қызықты жерлерге баруды жоспарлаймыз. Отағасының қолы босай салысымен біз өзіміз жақсы көретін жерлерге барамыз. Когда появляется у папы свободное время. Ғашықтар көпірі қаланың ең романтикалық жерлерінің бірі. Төмендіктердің кездесуге, серуендеуге арналған ең сүйікті орындарының бірі. Өте әдемі салынған көпір сәулет өнеріндегі поэзия іспеттес. Ибраевтар отбасының қалай құрылғаны жайлы осы жерді айтпасақ, басқа қайда реті келер деп ойлайсыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл отбасы өте қарапайым.
Бірақ бұл олардың ара қатынасында романтика жоқ немесе олардың отбасылық бақыты өзгеше деген сөз емес. Вот это место является, где посещают молодожены, они приходят. Бұл орынға жас жұбайлар келеді. Олар үшін осы көпір мәңгілік махаббат нышаны. Мәңгі бірге болу үшін осы көпірдің қанатына құлып тағып, кілтін өзенге лақтырып жібереді. Төменде Тура өзені ағып жатыр. Құлыпты ешкім ашпас үшін сол жаққа тастайды. Ну, вообще, как бы мы познакомились в конце 2001 года с моей супругой. Біз 2001 жылдың аяғына таман танысқанбыз. Жұбайыммен іс-шаралардың бірінде таныстым. Мен ол кезде студент болдым. Біз әртүрлі іс-шараларда бірнеше рет көрістік. Алайда шынайы махаббат оқиғасы автобуспен оқуға бара жатқан кезде басталды. Действий, да, это была вот именно встреча, когда я ехал на автобусе на учебу, и вот выходя на остановки... Аялдамадан шыға бергенде мен Гүлжанды кездестірдім. Ол сабақтан қайтып келе жатқан. Мен шығып бара жатқанда ол кіріп келе жатты. Екеуміз соғысып қалдық. Дәл сол сәтте менің жүрегім дір ете түсті. Махаббатым оянды десе де болады. Чувствовалась потребность создания семьи, уже, считай, после армии. Отбасын құру сезімі әскерден кейін оқудың соңғы курсында пайда болды. Ер азамат ретінде сол кезде жауапкершілікті сезінген едім. Как раз 28 июня 2003 году 2003 жылдың 28 маусымында біз некелестік. Міне бірге болғанымызға жақында 12 жылдың жүзі болды. Результат нашей, как говорится, любви, такое золотко. Біздің махаббатымыздың нәтижесінде алтыным Гүлмира дүниеге келді. Цветок мира, да. Бір кездер апасы немересін өзенде катермен серуендеуге алып шығады. Бұл алғашқы секундтан пайда болған махаббат болды. Сол кезден бері олар жиі болмаса да анда-санда Түменнің Тура өзенінде ұзақ уақыт өткізетін болыпты. Қала да айтарлықтай жаңаланған. Қазірде өзеннің жағалауы нағыз өнер туындысына айналды. Гульмира, тебе нравится, да? Гүлмира, саған сапар ұнады ма? Да, мне очень нравится. Иә, маған теплоходпен серуендеген өте ұнайды. Бұл жердің ауасы керемет. Біздің керемет саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Біз әуежайға жол тарттық. Ал кейіпкерлер болса, туған қаласының басты өзені Тураның ағысымен өздерінің жарқында бақытты болашағына қарай сенімді кетіп бара жатқандай. Қош бол Тура, Түмен және Есенғали. Келесі кездескенше қымбатты достар.